Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге 5 минутта дайын болатын салаттың рецептін бөлісетін боламын. Ешқандай ыдысты да былғамайсыз. Осындай таза саламан болса, осындай қиярларды алып, тура мен көрсеткендегідей турап аламыз. Қияр турап болған соң, осындай салафанымызға саламыз. Және бір штук чеснок. Оны ұсақтап турап аламыз. Және осындай бір сәбізді алып, үккіштен өткіземіз. Үккіштен өткізіп болғаннан кейін бізге осындай пияз керек, көк пияз. Осыны ұсақтап тураймыз. Міне біздің салатымыз дайын. Осының бәрін салафан ішіне салып, үстінен шым-шым тұз саламыз. Оливке масло болса, оны құйсаңыздар да болады. Және үстіп ауыз буып, жақсылап араластырамыз. Холодильникке қойып 30 минут қойсаңыздар болады. Парақшам пайдалы. Тіркеліп алсаңыздар. Алдын ала рахмет.